Күнекейдің жазығы. Жалайықша жалпиған, жарғанатша қылқиған, жермен жексем шымғора, бейнеу жоқ сұмғора. Шымғорада жер үйде, желпіндірмес көр үйде, арса-арса болып сүйегі, қалақтай болып иегі, жаңқадай жоқ жағеттен саусақтары шілбейіп, көлеңкедей елбейіп, бұжатқан қайар уақ. Әлсін-әлсін демігіп, тық-тық еткен жөтелі өңменіңнен өткендей, алма ерні кезеріп, бетпақ кезіп кеткендей, кемешегі қолқылдап қуыршаққа тіккендей, сатпақ-сатпақ жастығы емес кетпендей, сартөсек боп сарғайып бұжатқаның қая ел? Білмесеңіз айтайын, күнекей ғой бұжатқан. Күзден жатқан күнекей жазға жеттілініп, күндер ғой жан шіркін үзілмейтін созылып. Көктем күні күледі, күліп еді жер түледі. Түлеген емес пе, ақ кебінін сыпырып, көк торғынға бөленді. Қызыл, жасыл, ақ көкшіл бейне кілем түріндей, гүлдер гүл-гүл жанады. Күлкілдеген гүл жапырақ, сағымданған күлімбел терезеден көз салса, күнекейдің көңіліне жазылмас жара салады. Ах, дариға, дариға, күнекей сау боп жүрер меді, қырдан тезек терер меді. Қырдан қия кезер меді, шырқап әнге салар меді. Әнге салса әл бітіп, қапқа қары талар меді. Жалғыз әйнек жаман үй, төсеніші жалаң ши. Жаман шидің төрі ала сырмақ текемет. Текеметте күнекей жалғыз әйнек түбінде. Алты көзден үшеу жоқ. Лақтар ойнап сындырған. Қалғаны аман қалсын деп әйнекті жүдә жолдырған. Күн жылда не керек? Бала шаға қозылақ жолғып алды әйнекті. Лақ ойнақтап көрпеге жығып кетеді шайнекті. Шайнекте шалап сусын бар. Шалабын қорғап күнекей айтып қояды, шай депті. Ойнақтаған құлдырлақ шай дегенді біле ме? Лақ қарғысы әйнектен запы болған күнекей қолын созады шайнекке. Күнекейдің серігі әйнектен ескен жел болады. Күнекей жалғыз жатқанда қозылақ пен қарлығаш бейне бір дүйім ел болады. Ауыл үйден күнекейге келушілер кем болады. Қашан жатқан күнекей, қашан өлген күнекей, қашанғы көңілін сұрасын. Соған қарап отыр ма? Шаруасы бар әркімнің. Оқта текте күнекейге бір айналып, кіші үйдегі Айдарлым келеді. Айдарлым-ау, жап-жас болып аяуды қайдан білесің? Мүшелге жаңа жеттің ғой, айналайын өзіңнен. Сусының бар ма апатай, қалайсың деген сөзіңнен. Сен болмасаң қарағым деп қояды күнекей деміге сөйлеп ентігіп. Айдарлым кетсе, күнекей жалғыз жатады күркілдеп. Аллай деп күңкілдеп. Күнекейдің серігі әйнектен ескен жел болады. Күнекей жалғыз жатқанда қос қарлығаш ел болады. Түйірлеп тасып топырақ, қылғыбыр, шөпшар, жапырақ, біріне бірі жапсырып, қос қарлығаш қалбаңдап, ұя орнатты дөңбекке, балалап өсіп өнбекке, жалығу жоқ шіркінде, жаралғандай еңбекке. Күнекей жатыр, бақылап, қарлығаштың өнерін жатқандай-ақ көрмекке. Қарлығашта дамыл жоқ, есі дерді ұясы. Бірі кетсе, бірі кеп, ақ қанаты дірілдеп, қос құйрығын қалақ қып, құртымтай боп құнтиып, бұғып қанақ қылтиып ұясына жатады. Зайыбы ұя басқанда байы жүреді бәйек боп, әлсін-әлсін келгіштеп, жарының жайын білгіштеп. Қарлығаш екеш қарлығаш бір-біріне қайырылғыш, бірін-бірі сыйлағыш. Адамзатқа не болған? Күнекейден безгендей, күнекей мәңгі өлгендей, суық топырақ көмгендей, Айдарлымнан өзгесі шетінен түге ұмытып. Баласы қайда күнекейдің апалап бір уақ келетін. Жұбайы қайда күнекейдің қияметтік жолдасы. Күнекей бүйтіп жатқанда жастық қойып басына қолынан сусын беретін. Ауылы қайда күнекейдің келіп кетіп жүретін. Жалғыз перзент демесең, ауылы да бар, оншақ түй. Байы да бар, соқталдай бауыры да бар, байының немерелі сәмеңгер. Күнекей сауда үйінен үйірімен шықпайтын өңшең қортық көген көз. Бар болса олар қайда жүр? Бір басын көрсетпей. Ауылды қойшы, ауыл ғой, жайшылықта бауыр ғой. Байы қайда күнекейдің? Қосағы бейтіп жатқанда қолының ұшын бір бермей, жанына жақын бір келмей. Келмек тұрып сұңқадым, жұлық жамап қаңғып жүр. Қатқан бар деп қай үйде көкше түтін аңдып жүр. Жамауменен жан сақтап, қара басын қамдап жүр. Қамдағаны құрсын, күнекейдің көзі тіріде бір қатынмен сөз байлап, алуға соны оңтайлап, төртті бесті қараның бір-екеуін беруге бүгінердің қамғып жүр. Күнекейдің көзі төрт, көкірек жанған өрт. Бәрінен де жанына батып жатқан осы дерт. Ауыл аймақ абысын, не жақыны алысы, не тамыры танысы, не алған серігі, 7 жылғы жолдасы бәрі бірдей безгендей күнекей сонша не жазды?
Не жазғанын бейбақтың, мен айтайын жігіттер, құлағыңды сала бер. Көкейіңе ұнасам әнісіне қана бер. Ол күнде Күнекейдің бала кезі, сүю мен жек көруден таза кезі. Сонда да мені сүйген жігітте не арман бар айтып тұрған секілді отты көзі. Күнекейдің әкесі құл тумады. Құл тума құл боп туды, ұл тумады. Құл туғанын сонан біл, Ордабайдың өмірі қойын бағып қол таулады. Шешесі Күнекейдің шекер еді, өзі де шекер десе шекер еді. Құл туманы шекердің байы деуші еді, шекерді қатыны деу бекер еді. Өйткені ақжаулық қылаң ұрған қылаң шекер, етек аяқ басса бұлаң етер. Мықынын қысып қалсақ, қағыңды қойшы деп еркеленер бұраң етер. Ордабайдың ауылы өңшең бозбас, қолы бос делебесі неге қозбас. Қызды ауылды торудан торықса да, немесе оңайына обықса да, шекерден айналып кеп әйелі озбас. Күнекейдің ағасы бар, Жұматай тас. Тамақ беріп жұмсаса, ол соған мәз. Көп бала бұралқы итше түйе бас қып, желіні қап, тақиясын алып қашып. Тазым таққан таз, тазды Құдай қаққан қаз. Бес ешкісін баққан таз, үй айнала қашқан таз. Туырлыққа тышқан таз, әулекі жынды көкек, қоңыралағаз деп ажуалап ыза қылушы еді. Әкесі қойшы құл тума, ағасы Жұматай таз, қоңыралақа салып сүйрек бір тырна жата қалып жер тырна болса да, Күнекей құлагердің баласындай үздік туып, 13-ке жетер жетпесте бозбаланың көзін тартып, баласынбай сөз айтуға жарап қап еді. Қыз бозбала жиылып сауық құрғанда, орамалдың бетін Күнекейге бұрғанда, қолыңның айналайын саласынан, көзіңнің көңіл қояр қарасынан, сүйрік боп жалғыз өзі қайдан шыққан қамыс пен қар өлеңнің арасынан деп, бозбала көзді бір қадап қоюшы еді. Қадаса да сұмдықты ерте сезгіш, жырынды шекер қызына қарлығаштай шыжбақ боп, жүрсе тұрса көзінен таса қылмай, тұтқындағы жаннан бетер бағушы еді. Бірақ шекер шеше болам деп бекер арамтер болды. Баланы іспен емес, сөзбен, үлгімен емес, ақылмен үйретпекші адам сорлы ғой. Шекер өзіне Құдай жұқтырмағанды қызына оқыды, қызы көргенін тоқыды. Бозбаламен өзі неге ойнайды деген сұрау Күнекейдің ойына ерте бекілді. 14-ке аяқ басқан соң көзі жанып тұрған Күнекей апасынан құрыққа кетті. Жа, өзімде білем, бал емеспін ғой деп, бұрымын арқасына бір ыршытып, етегіне айнала бір қарап, шығып кететін күйге ұшырады. Күнекейдің ерлігіне апасы өңін бұзғанмен көмейі бос, өзіне тартқанын, бозбаланың көз салғанын бір есептен терісте көрмейді. Қай есептен екенін кім білсін, ананың мақтанышы да. Күнекей оны сезеді. Апасы жылтырағанды Күнекейдің үстіне жапсырады. Шашын жылтыратып тарайды, өреді. Омырауын қызыл-жасыл жіппен кестелейді. Тана моншықты камзолына тағады. Уақ күмістен сылдырмақай шашбауды істейді. Құлтуманың қыштап әкелген пұшпақ жабағысына бақалшыдан айна, тарақ, жұпар сабын, шаш майын әперді. Кімнің қызынан кем? Баласын оннан асқан соң-ақ шекер теңіне атастыруды ойлаған. Бірақ әркімдері ауызға алса да, бірінің жетесін, бірінің қабын, бірінің сабын, бірінің малын, бірінің мұрнын, бірінің кеңірдек сақалын жаратпай, шекер аяғына отырғызбаған. Қойшының қызы деп кемсінеді ғой, адырам, ханның қызына берем бе әкен деп қоятын. Өйткені өзін қойшының қатымын деп шекер өмірі ойлаған емес. Қойшы тек қол байлау, Құдай бұйрығы. Анығында шекер өзін ана мырзалардың қатынын деп есептейтін. Шекер сырдың суын жұлығынан келтірмей жүрсе де, енді ойланбасқа болмады. Күнекей 14-ке келіп қалды. Енді Күнекей небір қыздарды да отыртып кетеді. Сөйлесе төбін түсіреді. Оң қолынан өнері төгіледі. Күлсе аузынан дұрыс шашылады. Ән шырқаса сүйегіңді шымырлатады. Шекердің өзі соққан еді ғой ана кезде. Сөйткен қызға сенім бар ма, кім біледі. Сөйтіп жүргенде Ордабайдікінде тұяқ дейтін етікші жатты. Кепіске Шегебайдан да бұл өткін екен, өкшені бесақ шегемен тұрғызады. Асауға құрық салса тырп етер емес. Өкше сіріні тастай ғып әшекелеп тастайды. Тақаны қылмитат мінеуге келгенде жер жүзінде бұдан етікші өтпес деп қымызға жиылған құлауыздардың ауыз суы құрып жүрді. Шекер Ордабайдікіне қымызға барғанда ана жақта жүктің бұрышында пұп-пұп деп былғарыға су бүркіп, тықылдатып, құжыраңдап жатқан мойны ішіне кірген бір жаманды көруші еді.
Оны кісі екен деп артық көз тоқтатпаушы еді. Жұрттың жер суға түсірмей жатқанын естіген соң Шекер де тігінін көргелі, былай тұршы біз де көрейік деп, етікшінің пышағын, бізін, балғасын, кемпір аузын ұстап, қамалап жатқан еркектерді кемелеп, біреуінің қолынан кебісті жұлып алып қарады. Байдың кебісі екен. Олай-бұлай аударып көрді де, шекесінің қылшығын бір тістеп алып, теріс емес деп, ерніне жабысқан жүнді түкіріп тастады. Сонымен кете барды. Қайтып оның ісіне Шекер көз салған жоқ. Бір күні кешке таман Күнікей Ордабай үйі жағына барып келіп, апа, сен Шәмшидің кебісін көрген жоқсың ғой, бір түрлі сұлу бопты деді. Қойшы, несі бар дейсің, қандай екен деді. Күнікей қолымен, ернімен, қасы көзімен көрсетіп, өзінше өте әдемілеп суреттеді. Байсалды кісімсіп, Күнікейге көрсе қызарсың ау деп отырса да, аздан соң өзінің де әуесқойлығы ұстап, бір жұмысқа барған кісі боп Шекер байдікіне жөнелді. Келсе, сыңар кебісі Шәмшидің алдында қол сандығында қаздиып тұр екен. Шекер жанына барып, кебісті алып айналдырып қарады. Көбінесе өкше жағына көз салды. Жарма көтті қылып, қызыл-жасыл шарың жіппен иттіс шалып, сірісін қошқар мүйіздеп қойып, тақасын шоңқита қаза мінеп тастаған екен. Кебіс жұтынып тұр. Шекер көріп демін бірақ шығарды. Кебіске қызығып, күншілдігі қозып кетті. Күнікейге мен де осындай бір кебіс тіккізіп берейінші деді. Тіккізсең шаман келеді ғой деп, саған арам болар деген кісіше Шәмши қасын керіп, төменгі ернін бұлтың еткізді. Несі бар, ердің құны нардың пұлы деймісің? Деп Шекердің де жыны ұстап, бастырмалатып шығып кетті. Шекер келе салы жаман әбдіресін бүйі тигендей астан-кестен ақтарып, 4 қой 4 киімнің біреуін суырып алды. Ол Құлтуманың байдікінен алған бас ұлтан еді. Кебістің сайманы онымен түгелінжеле ме? Шекер ауылды қыдырып жүріп, көттік тақа, сірі, шпек тәрізді жабдығын тауып алды. Шарық жіп бақалшыдан тарамыс өз үйінен тауып алды. Барды да тұяққа сөйлесті. Ордабайдың етіктерін бітірген соң тұяқ Күнікейге кебіс тікпекші болды. 10 шақты күннен кейін Шекер тұяқты төрінің алдына отырғызып, өзі тарамыс Күнікейге шарық жіп ширатқызып, қарағым, оңдаптық, бар өнеріңді сал, Шәмшидің кебісінен асырмасаң кем қылма деп тақымдап, қайрап қадағалап отыр. Бар өнерді аямайық деп, тұяқ сулаған молақ балғаның сабымен сықылап, жаман көздің астымен Күнікейге бір қарап қояды. Қиядағыны көретін Шекердің қырағы көз құйрығы құтқарсын ба? Тұяқтың жаман қарасын сезген соң, жатарда төсек орын жоқтығын сылтауратып, байдың қонақ үйіне жіберіп жүрді. Әйтсе де көңіліне келіп қалама деп, күндіз кебіс тігіп отырғанда, тұяқтың үй үшін малын, ауыл аймағын сұрап, әлі күнге қалыңдық айттырмай жүргенін де сөз қылып, жігіт адамға қыз табылмаушы ма еді деп көңілдендіріп, есек дәмелі қылып қояды. Күнікей жоқта өзінің де жайы күйін сөйлеп, осы бір-екі күшік болмаса жаман қойшыға әлдеқашан тұрмайтынын, Күнікейін жыламайтын, теңіне қосқысы келетінін білдіріп, ара-арасында егестіргенде Шәмшидікінен асырып жіберші. Тағаң жетсе өкшесін оныкінен пышақ сыртындай болса да артық сал, әйтеуір өнеріңді аяма қарағым деп бір ескертіп өтеді. Бар өнер болса сізден несін аяйық деп тұяқ ыржиған болады. Сөйт қарағым, мен де бір керегіңе жарармын, тіпті таныс боп қояйық, біздікіне келіп кетіп жүрсейші. Байдікінде ет қымызымыз болмаса да, айран шалабымыз, ықыласымыз болады ғой деп, жылы сөздің де шетін сездіріп, бір-екі сиырдың ірімшігі мен қаймағын, қатығын аузына тосады. Ет қымыз үнемі бола бере ме? Біз енді не қылып, атқа мініп, нетіп жүрген кісі емес? Бәрінен де адамның несі керек дегенде Шекер тартып отырған тарамысын тісіне қыстырып, әнтек қоя тұрып, құлжыған көзінің құйрығымен сұмдана қарап жымияды. Оны көріп тұяқта жымияды. Балғасын қаттырақ сермеп, тізесін қимылдатып, құтыңдап қояды. Не керек, тұяқ бар өнерін кебіске салды, аянған жоқ. Шекердің де бұл кебістен аяған нетшесе болмай ма? Кебіс Шәмшидікінен аспаса кем болмады. Тұяқ жартып ақылған жоқ, тек ықыласына ырза болды. Тұяқ ауылына қайтарда Шекердікіне келіп, дәм ауыз тиіп, қош айтысты. Шекер қызымен тысқа шығып аттандырып, келіп кетіп жүр, көрген жерде ауыл бар, етігіміз болса саған тіктірейік дегенде. Нетсек келмей енді, деп Күнікей екеуіне кезек қарап, тұяқ жүріп кетті. Тұяқ кеткеннен кейін етік жайынан сөз қозғалса, Шекер тұяқты аузынан түсірмей, шеге байғайды, оныкі тұяқтың бір шанышқанына да тұрмайды деп мақтап жүретін болды.
Сөйтіп жүріп Тұяқ Күнікейді айттырды. Тұяқ 6-7 қаралы кедейдің баласы. Мұрны кертеш, егі кемиік, бет-аузы күдді шөміш, мойны ішіне кірген, бейнесіз ақ жігіт. Сонда да Шекердің қолайына жақты. Шекердің айтуынша мұрнының да дәнеңесі жоқ, қолы да ептек. Өзі де оны-мұныны епті, мойны да сұңғақ, өңі де аққұба жігіт боп шықты. Со кертештен басқа кісі құрып қалғандай деп Күнікей сырт айналып бұртыңдап, жамап отырған әкесінің жаман шапанын лақтырып тастап көріп еді. Шекер мойнын ит алағаздың айғырындай созып, бүркітше түйіліп, бурадай шабынып, болмайды дегенініз. Қарды да, жарды да, боратты, жылатты, сырқатты, ақыры көндірді. Құлтуманы қойшы, ол бір өлген кісі ғой. Әне-міне дегенше Тұяқ бір-екі қарасын беріп, құда түсіп күйеу боп, бұрынғы келе берісті сиретті. Тұяқ күн сайын тапқан таянғанын қалыңға тоса берсін. Күнікей шолпы тағып, ән салып, бұлғақтап өсе берсін. Енді әңгіменің бетін өзге жаққа бұрайық.